Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар. Сіздерге бір ақпаратты айтым келіп тұр. Өздеріңіз білесіздер, қазір мына жануарларға жауапкершілікпен қарау заңы үлкен қоғамда талқылау болып жатыр. Зоо қорғаушыларымыз деген топ осы аулау, стерилизация, вакцинация қайтару жобасы өте пайдалы, жақсы деп уәж айтуда. Енді бізге келген мәліметтер бойынша осы жұмыстарға қарайған қаржы бөлінген сияқты. Біздердегі мәлімет бойынша 14 миллиард 900 миллиондай ақша осы бюджеттен қаралған, осы жануарларға қатысты мәселеге байланысты. Бұл 22 мен 26 жылдарда аралығындағы бөлінген бюджет. Яғни қолданыстағы заң қайтарымды модель іске қосылғаннан кейін болған бөлінген ақша. Бір қызығы, сол панажайлардың 69-ы мемлекетте жұмыс жасайды екен. Соның 4-і мемлекеттік, қалғандарының бәрі 65-і жекеменшік. Яғни барлығы да осы жаңа айтып отырған отлов, стерилизация, вакцинация, возвратта қатыса алады, мүмкіндіктері бар. Енді осы қаржылар қайда кетті? Егер ол қаржылар алынған болса, осы жаңа айтып отырған қайтарымды модельге пайдаланған болса, неге иттің саны өседі? 13%-ға 4 жылда өсіп кеткен, 28%-ға адамдарды қабу, тырнау деген мәселе жаңағы өскен. Оның ішінде бұралқы иттердің саны көп қауып алған. Бірнеше осы өңірлерде құтыратын ауруға адамдар душар болған. Міне сондықтан біздер бірнеше депутат, 13 депутат мен бастаған бас прокуратураға және ұлттық қауіпсіздік комитетіне, финанстық мониторинг жасайтын агенттікке өзіміздің хатымызды бүгін жолдадық. Қазір мен хатты осы видеоның астына салам. Тексерсін, ақшаны қайда жіберді, бюджеттің ақшасын, неге ол тиімсіз жұмсалды ма, жұмсалмады ма, кім қатысты, осы аулау, стерилизация, вакцинацияны жүргізді ма, жүргізбесе, оны неге жүргізбеді? Сондықтан бұл қаржылық мәселені тексеруіміз керек. Неге бұлар шулап жатыр? Менің түсінігімде осы өздерінің майшелпегінен айырылып қаламыз деп қорқып жасап жатқан сияқты. Оны енді құқық қорғау органдары тексеріп анықтар. Екінші мәселе, бұлар халықтан ақша жинайды, волонтерлардан ақша жинайды. Бұлар шетелден де гранттар алуы мүмкін. Алады деп отырған жоқпын, алуы мүмкін. Міне оны да тексеру керек. Бұл ақшалар не үшін жұмсалды? Неге алынды? Қай бағытта, қай мақсатқа жіберілді? Міне осының бәрін біздің арнайы органдар, фискалды органдар тексерсін. Барып, сол панажайларды тексерсін. 13 депутат бар, ішінде осы заңның авторлары, басқа да белгілі осы мәжіліс депутаттары қол қойып, хатты жаңа құзырлы органдарға жібердік. Нәтижесін күтеміз. Вот солай, құрметті ағайын. Әр заттың сұрауы бар. Сондықтан біз бұлардың бүкіл қаржылық схемаларын тексертеміз.